Мына міне Apple'дың дүкені екен. Адамды аңдып жүресіз ғой. iPhone 15 міне түстері. Пластар мыналар, экрандары сәл үлкен. Пласт алатын болсаңыз, айына $37 төлейсіз дейді. $600 тұрады екен. Құлағыңызға өлшеп көрсеңіз болады. $1299 тұрады екен. Бағасы $549 тұрады екен. 9, яғни қазіргі жаңарақтары. Мынау $39 тұратын бұл. Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Біз бүгін жалпы біздің өмірімізге дендеп кіріп алған, кез келген салада біздің қолғанат көмекшімізге айналған, талай жастардың, азаматтардың арманына айналған Apple өнімдерімен танысуға бармақпыз. Жалпы Apple компаниясы 1976 жылы Стив Джобс және Стив Возняк деген екі Америка азаматының бірігуімен құрылған, және тағы да бір үшінші азамат бар, оның аты есіме түспей тұр. Ол инвестор болған, яғни ақша салған. Сол үшеуі осы компанияны ашқан, және 2023 жылы бұл компанияның табысы 326 мың биллионнан асып кеткен. Білмеймін, сумманы шатыстырдым ба? 326 нүкте тағы да 3 сан бар, содан кейін Б деген бар, яғни биллион шығар. Қателессем айып етпеңіздер, мен үшін өте үлкен сумма. Барлығымыз жақсы білетін iPhone телефондарын 2004 жылы жобалауды бастаған. Сол жылы 1000 инженерді жұмысқа қабылдаған екен. Арада 3 жыл өткеннен кейін 2007 жылы iPhone-ның ең бірінші generation, яғни бірінші алғашқы iPhone-дар жарық көрді. Содан бері iPhone-дар өмірімізге дендеп еніп кетті, және сатылуы өте жоғары деңгейде. Бүткіл әлем оны мойындаған, біледі десек болады. Жалпы iPhone-ның отаны Америка болғандықтан күнделікті мен әртүрлі хабарламалар аламын. iPhone 15 қанша тұрады, Mac қанша тұрады, iPad қанша екен, Америкада арзан шығар я деген сұрақтар күнде келеді. Мен күнде комментарийді көріп отырамын, ол жақтан да адамдар сұрап жазып жатады. Сол үшін бүгін сол iPhone-ның бағасын көзімізбен көру үшін қазір сіздерді Apple-дың дүкеніне апарамын. Дүкенге кірместен бұрын тағы да бір мәселе бар, ол бағасы. Яғни Америкада кез келген заттың сөреде тұрған бағасынан сатып алатын бағасы басқаша болады. Яғни екеуінің ортасында айырмашылық болады. Ол не деген сөз? Ол sales tax, яғни сатып алу салығы деген бар. Мысал үшін, қазір iPhone-ды $1000 көрсеңіз, сіз автоматты түрде оның үстіне 6,5% қосыңыз. Яғни мен $1000 сөреде тұрған iPhone-ды ақшасын төлеуге барған кезде, ол бірден $1065 айланып шыға келеді. Ол $65 ол үстіндегі салық, яғни сату салығы. Бұны Қазақстанда да бар. Қазақстандағы НДС-пен салыстырсаңыз болады. НДС дегеніміз қосымша құн салығы. Оны барлық азамат төлейді. Бірақ Америкамен ерекшелігі, Қазақстанда ол бірден заводтан шыққан кезде соның құнына кіріп қойған, немесе шекарадан өткен кезде. Оны қалай айтамыз? Мысалы, дейік, Қазақстан не шығарады? Қазақстан не шығарады? Есіме түсті. Өткенде Тоқаевтың барып тазик шығаратын заводта жүргенін көрдім. Яғни кірші шығарады. Шығу құны $1000 болса, завод үстіне 12%, яғни 120 теңге қосып, 1120 теңгеге дүкенге береді. Яғни дүкендер сол заводтан 1120-ға сатып алады да, үстіне өзінің пайдасын қосып сатады. Сонда халық автомат түрде 12%-ді төлеп отыр деген сөз. Ал Америкамен айырмашылығы, Америкада халық сатып алып жатқанда төлейді, Қазақстанда заводтан шыққанда немесе шекарадан кірген кезде бірден төлетіп қояды. Бәрібір ол баға оның ішінде. Салыстыратын болсақ, қысқасы, Қазақстанның халқы сатып алу салығы ретінде 12% төлейді, Америка азаматтары 6,5% төлейді. Тіпті кейбір штаттар бар, ештеңке төлемейтін. Ондай 6 штат бар. Сол штаттарға барсаңыздар, ешқандай салықсыз $1000 тұратын iPhone-ды $1000-дың айналасында алып кете аласыз. Ал егер осы секілді контент ұнаған болса, бас бармақты басып жіберсеңіздер және каналға жазылсаңыздар керемет болар еді. Ол мына ана тіліміздегі контенттің дамуына, каналдың дамуына үлкен үлес қосады. YouTube-тың алгоритмі солай жұмыс істейді. Көбірек бас бармақты көрген сайын менің видеом жоғары көтере бастайды, яғни канал тезірек дамиды. Бірақ бүгінгі күнде де нәтиже жаман емес. Бірінші алды және сіздердің қолдауларыңызбен каналым өсуде, күннен күнге артуда көрермендердің саны. Сондықтан да барлықтарыңызға рахмет айтамын. Егер iPhone 15-тің бағасын көзбен көргілеріңіз келсе, Apple-дың дүкеніне барғыларыңыз келсе, соған дайын болсаңыздар, онда кеттік, дүкенде кездесейік.
Мына тұрған міне Apple'дың дүкені екен. Мынау AirTag деген жер міне телефонға қосасыз да бір машинаға салып жіберсеңіз, сол машинаның қайда жүргенін біліп отырасыз. Міне мысалы велосипедке, міне сумкаға салуға болады дейді. Қысқасы адамды аңдып жүресіз ғой осы AirTagпен. Apple'дың дүкенінде тұрмыз. Бұл дүкенде iPhone'ның SE 13, 14, 15-ке дейін сатылады екен. 12-лерді алып тастапты, яғни 12-лер бұдан кейін шықпайды, дүкенде жоқ екен. Қазір міне бағаларын барып көреміз. iPhone 15 көп адам сұрап жүрген бағасын көрейік. iPhone 15 in full дейік, 128 гигабайттық iPhone 15 $799. 256 гигабайттық $899. Егер 512-ке өзгертетін болсақ, $1099. Мынандай түс міне $799. Әртүрлі түстері iPhone-ның. Одан бөлек қарасы бар мінекей, ақ. Енді біз iPhone Pro-ға келетін болсақ, мыналар міне Pro-лар. Мына жерде ақ түсі бар. Ақ па, сұр ма? 14 пен 15-тің жалпы түрінен визуально өте үлкен айырмашылық байқап тұрған жоқпын. Мынау қара екен. See pricing, міне 128-дігі, 128-дік бағасы $99. Міне түстері әртүрлі. Менің қолымда 14 бар, 14-тен үлкен айырмашылық көріп тұрған жоқпын. Мынау енді қара түсі. 256 гигабайты $1099. 512 гигабайты $1299. 1 терабайты $1499. iPhone 15 бұл жай пластары $9 тұрады екен. Бағасы пластың. Бұл жерде әртүрлі түстері бар. Мынау қандай әдемі түс қыздарға. Мынау мысалы жай iPhone, қарасаңыздар 5 түрлі түс бар. Мынау пласт. Пластада дәл сондай 5 түрлі түс бар. Пласттар мыналар, экрандары сәл үлкен. Мынау жай 15-тер. Пласт алатын болсаңыз, айына $37 төлейсіз дейді. Алып кете беріңіз дейді. 128 гигабайты $899. 256 гигабайт алсаңыздар $999. 512-сі бар екен, $1200 тұрады. Ал мыналар Pro Max. Pro Max экраны әрі үлкен. Көріп отырсыздар, $1200. Бұның үстіне салықтың бағасын қосуды ұмытпау керек. In full деп айтайын, яғни толық төлегенде 250 гигабайт Pro Max алатын болсақ, $1200. 512-лік Pro Max $1399. 1 терабайты бар екен. In full деген қазір бірден төлесек, ол $1600. Егер ай сайын бөліп төлейтін болсаңыздар, онда $66 тұрады екен. Pro Max-іңді әртүрлі 4 түрлі түсі бар екен. Мұнда көріп отырсыздар, қара, сұр. Енді мұнда iPhone 14 бар екен. 128-дік iPhone 14 $800 тұрады. Бұл плас екен ғой. 256-лық плас $899. iPhone 14. 512 гигабайттық плас $1099 тұрады. Енді iPhone 14-тің өзін көрейік. 128 гигабайттық iPhone 14 ол $700 тұрады екен. 256 гигабайттық $799 тұрады. Және iPhone 14 512 гигабайттығы $900 тұрады. Оның дәл жанында iPhone 13 әлі бар екен. Мінекей, iPhone 13-тің бағасын көрейік. 128 гигабайттық iPhone 13 $600 тұрады екен. 256-лық iPhone 13 $699. Және iPhone 13 512-лік $900. Жаңа SE бар екен. iPhone SE-лар 64 гигабайттық SE $429. 128-дік $479. Және 256
6-лық SE $579. iPhone-ды міне дайындап қойыпты мінекей. Мынау AirTag-пен, мынау яғни қуаттаушысы және iPhone-ның мынандай чехолымен, қаптаушымен, міне iPhone-ға мынандай қаптауыштар бар екен, үйге жүретін әртүрлі. iPad Pro $799 дейді. Айына бөліп төлесеңіз $65 дейді. iPad Pro 12,9 инч дейді. Үлкендеуі. Ол $1099 екен. 1 терабайт $1800. Екісі 2 терабайт $2200 тұрады. Түрлері әрине, мынандай түрлері бар. Ашып қойған, құлағыңызға салып, жиркенбесеңіз, құлағыңызға өлшеп көрсеңіз болады. Қайсы түрі құлағыңызға жақсы тұрады деп, мынау міне алғашқы түрлері, міне ескісі. Мен әлі осындайды пайдаланамын, өзіме ұнайды, ыңғайлы. Әрине одан кейін жаңарып кетті, әртүрлі түрлері шықты, мінекей мына түрі бар. Мыналар менің құлағыма дұрыс тұрмайды. Мен алдында көрдім, бір түсіп қалатындай. Мынау құлақ үйренген ба, әйтеуір жақсырақ тұрады. Салыстырғанда бағасымен тұр. Екінші generation міне ең арзаны қазіргі уақытта $129. Үшінші generationдері $169 және пролары екінші generation $249 тұрады екен. Бұлардың енді айырмашылығын интернеттен Google жетіп көріп алсаңыздар болады деп ойлаймын. Мына түрі $169 тұрады екен. Vision Pro, мынау Vision Pro бұл виртуальный реальность, яғни өзінің бағдарламалары бар, көзілдірігі бар. Осыны киіп, әртүрлі ойындары бар екен. Қазір киіп көреміз. Жалпы Mac-тардың бағасын түсетін болсақ, Mac 24-тік $1299 тұрады екен. Mini $599 тұрады дейді. Mac Mini'лардың бағалары, iMac 24-тердің бағалары M3 чиппен екен. Қаптар $99 тұрады. Бұларды әрине Қытайдан алсаған арзан ғой. iPad-тің клавиатурасы. Клавиатураның бағасы $299. iPad-тің клавиатурасы кішірек түрі $179 тұрады екен. Combo Touch деген бар екен. iPad-тің клавиатуралары. Бағасы $199. Яғни $200 тұрады екен. Combo Touch. Кейстер әртүрлі. Кейс $79 тұрады екен. Жай кейс. Мынандай. Қаламның бағасы $129. iPad mini'дің қаптары $59 тұрады. Мынау $39 тұратын, бұл яғни charger телефонды осымен сымсыз қуаттауға болады. Бұл енді ойын бөлімі екен. Мындай ойындар бар екен. Яғни спикерлардың бағалары 99-дан басталады екен. HomePad-тары 299 дейді. $169 тұрады. Studio Pro дейді. Пролардың бағасы $349 дейді. Бағасы $549 тұрады екен. Әрине кішкене салмағы бар. Енді Apple-дың жалпы сағаттарының бағасын біз былай сайтынан көре салады екенбіз. $300-дан басталады дейді. $400 мінекей. $800-ға бар екен. Silverstone мынандай сұрлары. SE-ларды көрейік. SE ол біраз арзандау болу керек. $249-дан басталады екен. SE-лар 249, 299 дейді. Ультра 2 дегендері бар. Apple-дың жаңа сағаттары, титаниум кейстері, титанмен жасалынған сырттары. $800 дейді. Мен айтпас едім, ондай бір ерекшелігі бар деп. Ондай бір қымбат материал сезінбейді әрине. 9, яғни қазіргі жаңарақтары. Жалпы Apple дүкенінің іші осы. Мұна енді тағы да айтатыным, осы тұрған бағаларға сәл 6,5% деп қоссаңыздар, доллардағы бағасы шығады. Әрине американдықтар бұл Apple өнімін өте жақсы көреді, көп тұтынады. Мен негізі Америкаға келмей тұрғанда Android тұтынушы едім. Google-дың Pixel деген телефоны бар, және басқа да Samsung-тар, Galaxy-лар маған ұнайтын. Samsung-тарды көп ұстағам, Android ұнайтын еді. Бірақ Америкаға келгеннен кейін Apple-ға көштім. Басты себебі көп жерде Apple-ға инфраструктура жеңіл, оңай жасалған. Apple-ды ұстаған ыңғайлырау көрінді. Сонымен Apple-ға өттік.
әрине кейбіреулер Apple'ды ұнатады, кейбіреулер Android'ды ұнатады. Бұл енді әркімнің өзінің жеке пікірі, кімге қалай. Бірақ менің түсінгенім Apple'ды қолдану өте оңай екен. Баға осы. Менің тағы да бір байқаған дүние, Америка жалпы iPhone-дар бағалары сол баға болады. Мысалы біз iPhone 14-ті сол кезінде $1000 алсақ, қазір iPhone 15 сол $1000 бағасымен тұр. Яғни бұлар бағасын көтермейді. Пролары $1000, жайлары $800, сол бағаны ұстайды да, тек жаңартып отыра береді. Қарасаңыз, мен көп айырмашылық көрмедім. Менің қолымда 14 Pro бар, бірақ қазір 15 Pro-ны қараймын, көп айырмашылық жоқ. Енді айырбастаудың да қатты қажеттілік көріп тұрған жоқпын. Оның үстінде Америкада тағы да бір жақсы дүние бар. Мысалы, біз телефондар тегін аламыз. 2 жылға байланыс беретін компаниямен біздің контрактымыз бар. Әр 2 жыл сайын бізге тегін ауыстырып беріп отырады. Бірақ біздің ай сайын төлейтініміз тек байланыс үшін төлейміз. Және ол байланыс үшін де көп ақша төлемейміз. Себебі, егер біз өзіміздің телефонымызды әкеліп қосылсақ та, байланысқа сондай ақша төлейтін едік. Ал мұнда телефонды тегін ұстап отырмыз, және байланысқа сондай ақша төлейміз. Яғни телефон үшін артық ақша төлеп отырған жоқпыз. Қысқасы сондай да бағдарламалар бар. Яғни телефон Америкада өте қолжетімді. Қысқасы соңғы 4-5 жылда мен телефон сатып алып көрмедім. Тек қана телефон жаңалаймыз. Мысалы, біздің келісім шартымыз осы күзде бітеді. Біткеннен кейін барамыз да барлық отбасыдағы iPhone 14-терді апарып өткіземіз да, орнына 15-тер, немесе сол уақытта енді 16 шығады ғой, 16 аламыз. Сөйтіп, әр 2 жыл сайын бізде телефон тегін ауысып отырады. Яғни телефон үшін біз бір тиын да ақша жұмсамаймыз. Бүгінгі контент көңілдеріңізге шыққан болса, міндетті түрде саусақты басып жіберсеңіздер, және каналға жазылсаңыздар керемет болар еді. Ол ана тіліміздегі каналдың дамуына, жоғары қарай көтерілуіне үлкен үлесін қосады. Және сонымен бірге, қай жерде жүрсек те қазақша сөйлеп, қазақ екенімізді мақтан тұтайық ағайын. Аман есен сау болыңыздар. Келесі видеода жүздескенше аман болыңыздар.